жаңағы бір қадамның портфелі. Осы жерден біз қазір мына сумманы, міне мысалы дот валютасында 25% өсім болып тұр. Бізде позициямыз өте үлкен болғандықтан, енді относительно басқа валюталарға қараған кезде біз оның бәрін қазір сату керекпіз. Бұл жерде сатқан кезде жалпы жоспар қандай? Polkadot'тан біз полностью шығып жатырмыз. Пока что бұл проектқа кірмейміз. BitDAO-дан біз полностью қазір сатамыз. BitDAO-ны, Розаны, Max Global'ды сатамыз и Carit валютасын сатамыз. Полностью сатып жүреміз, бірақ ол уақытша. Біздің не алған бағамыз 0.18, қазіргі 0.14 болып тұр. Max бойынша алған бағамыз бізде біз Max бойынша кешірім өтінемін, 14-тен алдық, 18-ге сатамыз. Max'тан 80-нен алдық, $1 сатамыз. Роза вообще керемет өсім көрсеткен, почти 5-тен алдық, 5 центпен алдық, 8 центпен сатамыз. BitDAO бойынша тоже 37-ге алдық, 57 почти жартысына дейін өскен. Шәкірттеріме айтқым келіп тұрған нәрсе, осы жерден менің артымнан осы сделкаларды қайталаған адамдар болса, қазір тоже позицияларды сатсаңыз дұрыс болады. Оның бәрін не үшін сатып жатырмыз? Оның бәрін мынандай себеппен сатып жатырмыз. Бізде қазір нарықта қызықты бір 3 проект болып тұр. Біріншісі ол Blur деген проект. Міне мына Blur. Бұл бізде қазір 82 цент тұрады. Негізі жаңа видеоны салам деп жоспарлап отырған кезде 75 болған бағасы уже 82. Енді қазір хотя бы 80-нің уровеньда примерно бір 1000 штук алып қоямын екен, 100 штук алып қоямын. Примерно 100 штук алып қойсақ болады. Доттан шығарған ақшаның 100 Blur'дан мен сатып аламын. Келесі проект бізде BNX деген проект, ол Binance биржасында бар. Жаңа Blur басқа биржалардың бәрінде бар, Binance-қа әлі листинг болған жоқ. Жалпы Blur деген проект бүгін кешегене шыққан проект нарықтарға. Сондықтан өте тиімді проект болып тұр. Егер алдыңғы аптада біздің зумыңызда болсаңыз, сол жерде біз толық обзор жасағанбыз проектқа. Зумға записьті біз группаларға жібергенбіз. Келесі проектіміз бізде мына BNX болып тұр. Бұл проекттің несі қызық? Нарықта өте көп уақыт жүріп жатыр негізі бұл проект. Бірақ білсеңіздер, жақында мына GTO проектінің несі болған кезде, делистинг болған кезде, делистинг деген биржадан алып тастайтын әрекеттер, оны ауыстырып GTO деген проект JFT болып кетті. Қазір мысалы мына JFT-ді көрдіңіздер ғой, алдындағы өсімді. Тура сондай нәрсе осы BNX-пен болуы мүмкін. Жалпы нарықтың өзі қазір жасыл болып тұр. Настроение үстіге кетіп бара жатқандықтан мүмкіндікті жіберіп алмай, қазір осындай проекттарға хотя бы 1%, 2% суммаларыңызды портфельден асырмай, риск менеджментті сақтанып кіріп қойсаңыз болады. Үшінші проект ол JS Genesis Shards деген проект. Бұл проект уже долгосрочный болып есептеледі. Бұл проект туралы толық енді көп ақпарат айтпай қояйын. Бірақ бұл примерно IDO тәсілімен NFT саласындағы проекттарға бір платформа болғалы жатыр. Өте мықты инвесторлар, фондтар ақшасын салған. И қазір көп биржаларда жоқ, поэтому и бағасы да өте тиімді болып тұр. Только Gate.io биржасында бар. Мен қазір мына видеоны группаларға таратқаннан кейін астына осы монеталар қай биржаларда бар, сол жерге каждыйына сілтеме қалдырып кетемін. И өзіңіз қалаған биржаға кіргізіп, P2P-мен немесе сетпен пополнение жасап, уже кішігірім суммаларға алып қойсаңыз болады. Бұл проектті уже, енді бұл проектті примерно қандай сумма алсақ болады? Бұдан где-то бір тоже 10 000 штук алып қоямын. Примерно осы 3 проектқа примерно бір $80 құямын мен. Бірақ ұмытпаңыздар, жаңағыда айтқандай, бұл нәрсенің бәрін мен ненің арқасында жасап жатырмын, өйткені бізде мына жақтан шыққан плюс сол нәрсенің бәрін жабады. Ал егер сіз енді бастап жатқан адамдар болса, сіз ондай депозиттан, мысалы мына сумма бізде максимально өзіміздің депозитіміз болып есептелсе, өз суммаңыздан 20-30% депозиттан асырмай покупка жасау керек. Біз енді бұл сіздерге как сабақ ретінде, практика ретінде жасағымыз келіп отыр. Вот мына жерден мысалы біз транзакцияны қосып көрсетейін. Мысалы осы бағамен бәрін сатып жеттік деп алайық. Бізде мына жерде міне 30-да 63 Max токендары бар. Осыны толық осы жерден сатып жібереміз. Так, кешірім өтінемін, ошибочка вышла. Қазір транзакция удалить. Қазір қайтадан қосам. Сіздерге түсінікті болсын, продажа деп 30-да 63. Вот біз примерно былай сатып жібердік, $31 қосылды. Так, $31 бізде босады. Келесі проекттардың бәріне кіріп, BitDAO-ны кіреміз. BitDAO-дан бізде 47-де, 82-де 2 бар екен. 82-де 2 битті біз қазір сатамыз. 82-де 2 $47. Получается, 1.80-іміз бізде уже бар. Жаңа 31-ден кейін енді почти $50 уже жаңағы мен таңдап қойған 3 валютаның біреуіне ақшаны жинап алдық. Самый главный бізде мынау кошелегіміздің үлкен суммасын ұстап тұрған, ол дот валютасы. Доттың да көзін құрту керек, потому что ближайший уақытта қатты өсім көрсетпейді. Проект өлді деп айтпаймын, бірақ енді біздің ортаңғы бағамыз өте жоғары болып тұрды. Естеріңізде болса, транзакциялардан көрсетейік. Біз бұл проектті декабрьдің 25-інде бірінші рет алдық, одан кейін 6-сында алдық, сентябрьда, августтан ұстап жатқан проект болып тұр. Бірақ қазір плюспен жабамыз. И самый главный, біз депозитімізден оны уже шығарып тастаймыз. Сонда бізде риск болмайды. Егер даже бұл проект ары қарай құлайтын болса, біз уже вне игры деген сияқты ғой. В принципе, жақсы өсім. Егер біреу артымыздан үлкен суммамен қайталап кіріп отырса, қазір идеальный момент негізі бұл проекттан шығып, ақшаны уже как хеджирование тәсілімен, риск менеджментпен сіз өзіңіздің рисктарыңызды азайтып жатсыз осы жерде тәуекеліңізді. Так, продать 30. Міне 180, бұл уже біздің тағы бір 2 проектімізға қазір жетіп жатыр ол ақша. Міне доттың көзін құрттық.
розаны алатын болсақ, роза мен битдауны біз неге сокращать етеміз? Өйткені бұл жердегі табысы өте жақсы болып тұр. Сіздер егер үлкен позицияларыңыз болса, осы екі монетада полный сумма емес, өзіңіз салған сумманы қайтарып алсаңыз болады. Мен енді жалпы ана проекттарға кішкене қызықты проект болып тұрғаннан кейін бастапқыда қазір бүкіл суммамен шығам бұл проекттардан, бірақ в потенциале егер қайтаран сәл құлаған кезде мен қайтадан кірем бұл проектқа. Сондықтан өзіңізге шешім қабылдаңыз. Так, бізде 450 роза бар. 450 розаны сатамыз. Тағы бір 36 доллар қосылды. Так, карит туралы енді соңғы күнде минус көрсеткеннің өзінде де жалпы біз алған суммадан 30%-ға плюс көрсетіп тұр, поэтому каритті да сатып жіберсек болады қазір. Тоже қайталап айтамын, егер сіздерде позицияларыңыз үлкен болса, осы монеталарда сізге хотя бы жартысын фиксировать еткен тиімдірек болады, потому что карит валютасының өзі бұндай бағаға құламауы мүмкін кейін. Ал мен қайтарам бұл проекттарға кіретін ойым бар, поэтому қазір пока что шығып кетем. Так, все, саттым. Уже где-то үстінен тағы да бір 100 доллар көріп отырмыз. Мне 0 болып тұр. 0 болып тұр. Мне позициялар бәрібір сізде историяңызда сақталып тұрады, көрдіңіздер ме? Поэтому осы CoinMarketCap'та портфель жүргізген өте тиімді. Одан кейін MEX-ті тоже сатам. Бірақ жаңағыдай айтқандықтан мен бұл проекттарды навсегда ұмытып жатқан жоқпын. Просто қазір осы ақшаны басқа бір тиімдірек жерге кіргізгім келіп отыр. MEX-тан бізде қанша штук бар? MEX-ті мен сатып жүрдім. Мына жерде қалдықты бір қалдық қалқапты. 0.63. Сатып жіберейікші. 0.63. Все. Ой, асыққанда осы болады. Транзакция. Дұрыс. Так, енді бізде қалған нәрсе, мына жерде не нәрсе бар? Міне роза криптовалютасы. Розаны біз саттық. Осылардың бәрін сатып жердік. Макспен почему-то даже минусқа жүріп кеттік. Потому что транзакцияны қате жаздық. Вот, мне мынаны томить. Я мына жерде артық төзінде жасаппыз. Міне достар болды. Получается, бізде примерно шыққан суммамыз. Так, бізде мына жерде болды 300 доллардай болды. Где-то 300 доллар шығарып алдық. Біз 80-80-нен қазір 3 проектқа закуп саламыз. Скриндарын уже Instagram парақшаға салып жіберем. Бірінші проект бізде Blur болып тұр. Примерно одан 100 штук аламыз. 85 доллар. О, жаңа ғана көрдіңіздер ме достар? Мен жаңа видеоны бастаған кезде 80 болған. Мен қазір даже мынаны түсіріп, осы видеоны түсіріп үлгермей, оның бағасы долларға кетіп қалуы да мүмкін. Так, жарайды, 85-тен алдық дейік. Купить. Добавить келесі транзакция бізде BNX. Так, хотел какой-то BNX. Не хочет нам давать. Все, так, бұдан біз бұны да мен кеше 145-тен алғым келген. Бірақ енді хотя бы бір штугын осылай алсақ па, 0.8 алайын, 0.8 істеп алайын. 0.8-дің өзі 100 долларға алайын, 0.7, 0.6-ға алайын, сонда примерно 100 доллар кетірдік деп есептейміз. Так, не BIX. Екеуі қосылды. 100 Blur алдық. Міне даже CoinMarketCap'та мына жерде бізде некорректный нәрсе көрсетіп тұр, оған уайымдамаңыз, на самом деле бағасы 100%-ға құлаған жоқ оның бір күнге. Так, добавить. Үшінші монетамыз бізде GS криптовалютасы, Genesis Shard. Бұны уже ұзақ мерзімге аламыз, примерно 10 000 штукты 82-ден. Бұны уже асықпай алсаңыз болады. Бірақ сразу айтам, бұл проект өте ұзақ мерзімдікке. Бағанағы сатқан MEX сияқты, сатқан BIT сияқты. Поэтому бұл өте ұзақ мерзімдік проект. Бірақ NFT секторы өсіп жатыр, жалпы нарық өсіп жатыр, потенциалда өте жақсы өсім көрсетеді деп ойлап отырмын енді. Так, вот міне осы 3 валютаны сатып алдық. И в плюсе бізде где-то үстінен бір 100 доллардай алдыңғы продажалардан қалып отыр. Ол 100 долларды мен не үшін сақтап отырмын? Ол 100 долларды мен осы 3 валютадан откат болған кезде, коррекция болған кезде усреднение үшін қолданамын. Сол достар, примерно осындай өзгерістеріміз бар портфелімізде. Қазір видеоны сіздерге группаларға жіберемін.